Сәлеметсіз бе, Ләззат Алтынбекқызы. Біз Арал қаласы Жарасқан Әбдірашев атындағы номер 62-ші мектеп-лицейінің 11-ші сынып оқушысы, оқу озаты Әбикенова Гүлнұр Болатқызы. Бүгін біз үшін ерекше күн, себебі ұлттық қор аясында жүзеге асырылып жатқан бұл ауқымды жобаның төңірегінде мектебімізге жасалған өзгерістерді өз көзімізбен көріп, және соған себепкер болған сіздермен сұхбат жүргізу біз үшін зор құрмет. Рахмет. Ендеше, сұхбат алуымызға рұқсат етсеңіз, ұлттық қор тарапынан жүзеге асырылып жатқан бұл жоба туралы қысқаша айта кетсеңіз, оның негізгі мақсаты қандай? Бізде енді білім саласында бірнеше жобаларымыз бар. Жалпы енді тірек мектептеріміз. Тірек мектептердің бүгінгі саны 186. Ол әр аудан орталығында және моноқалаларда осындай тірек мектептеріміз басты мақсаты не? Мына өзінің ауданында метод центр болады, тірек мектеп, барлық үйренген, барлық құрал жабдықтарымен аудандағы басқа мектептермен басшы болып бөлісіп, үйретіп, жалпы ауылдағы мектептердің білімін дамыту. Енім мына бізде білім инновация мектептерімен жобаларымыз бар. Ол жерде енді тек қана 3 пән, физика, химия, биология. Ол да жоба іске асырылып жатқан, жақсы нәтижелер көрсетіліп жатыр. Осы бастапқы біздің жоспарымыз мына ауыл мен қаланың білім сапасын және де балалардың мүмкіншіліктерін теңдестіру. Әр балаға мүмкіншілік берсек, әр баламыз өзінің мүмкіндігінің және де нәтижелерін көрсете бастайды. Соның барлығын біз енді осы 2 жылда көріп отырмыз. Жалпы өзіміз қатты мақтанатын флагмандық дейміз ғой, осындай жобамыз. Сіздердің мектептеріңізде, сіздердің кездеріңізде мектептер қандай еді? Қазіргі мектептермен айырмашылығы бар ма, өзгерістерге ұшырады ма? Біздің мұғалімдер жалпы өздері де айтып жатыр, көп нәрсені үйренді. Енді әр мұғалімнің тек қана сөзбен ғана жеткізу емес, қолында да бір инструменттері болу керек, құрал-жабдықтары болу керек, лабораториялары болу керек, өйткені көптеген пәндерді көрсетіп, осының барлығын балаға жеткізу мәселесін қазір біз соны көмектестік. Және де мен айтайын дегенім, мына біздің балаларымыздың осы әртүрлі пәндерге қызығушылықтары артылып жатыр да, ол да бізді қатты қуантып жатыр. Олимпиадаға шығып жатыр. Бұрын ел естімеген, білмеген, кішігірім ауылдық мектеп бүгінгі көбісі мына топ 100 мықты мектептің арасына кіріп жатыр да. Ол енді мықты мектеп не дейміз де, Назарбаев зияткерлік мектептер, РФМШ дейміз, басқа да соның қатарларына кіріп жатыр. Ол біздің мақтанышымыз. Сіз осы жоба аясында ауыл мектеп оқушыларынан, білімінен, білім саласынан немесе жұмысынан нәтиже көрдіңіз бе? Көптеген нәтиже. Бізге әр мектептен ақпарат келіп отырады, қандай біздің балаларымыз жетістіктерге жетіп жатыр. Оның барлығын біз мақтанамыз, жүргенде айтып жүреміз. Және де маған өте қатты ұнағаны, жалпы ауылды жерлерде анша енді балаларға барып дамитын орындар аздау ғой. Ал енді мұғалімдер айтып жатыр, біздің демалыс күндерде мектебіміз бос емес, өйткені балалар мектебімізден шыққысы келмейді. Сізбен сұхбат жүргізгеніңізге рахмет. Сізбен сұхбат жүргізу біз үшін үлкен құрмет болды. Маған да.